Армысыздар ардақты ағайын, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға алғаш рет келіп, және каналға мына видеоларды тіркелмей көріп жүрген азаматтар, сіздерге үлкен өтініш, тіркеле салыңыздар. Каналдың өсіп, өркендеп дамуына бұл үлкен ықпал етеді. Құрметті достар, бүгінгі тақырып сол баяғы Елорда жастары ай сайынғы төлем және переплата жайында болмақ. Және менен сіздерге лайфхак. Бұны сіздерге ешкім айтпаған, қазір толыққанды осы жайында түсіндіріп беретін боламын. Мынау Елорда жастары бойынша 4-ші видео. Осының алдында 3 видео түсіріп тастаған болатын. Талаптары, шарттары, қандай қателік жібермеу керек, қандай мекемелер, қызметкерлер қатыса алады, соның бәрін алдыңғы видеоларын көріп шықсаңыздар болады. Бүгін сіздерге лайфхак ай сайынғы төлем жайында айтатын боламын. Сонымен тақтаға назар аударыңыздар. Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, 14 мен 21 аралығында өтінім бересіздер. Өтінім беріп атқан кезде жаңағы қатысу.жилфонд.кз сайтында ЭЦП кілттеріңізбен өтінім беріп атқан кезде сіздерде депозит болу керек Жилстройсбербанкте. Сол депозитте 1 миллион 800 мың теңгелеріңіз болу керек. Яғни максималды сума қарыз алам десеңіздер. Негізі қарыз сомасының 10% депозитте міндетті түрде болу керек. Көрдіңіздер да? Осы мәселеге байланысты қараңыздар, мысалы 18 миллионға пәтер алам дедіңіз, сіздің шотыңызда 1 миллион 800 болу керек. Енді көп азаматтар сұрап жатады. Ертең, Рүстем мырза, Елорда жастарынан өтпей қалсам, ана депозиттегі ақшаны шешіп алуға бола ма, қандай комиссия ұстайды деген сияқты сұрақтар туындайды. Құрметті достар, мен сіздерге қазір мықты лайфхак айтам. Ол депозиттегі ақшаны шешіп алудың қажеті жоқ. Жалпы, қараңыз, депозит ашқан кезде, мына 1 миллион 800 салатын кезде өзіңізге 1-ден 3 депозит ашыңыздар. Консультант арқылы немесе банк менеджері арқылы 3 депозит ашыңыз. Қараңыздар, 1, 2, 3 депозит. Сонан кейін жаңа 1 миллион 800 мың теңгені 3 депозитке бөліп салып тастаңыздар. 600 мың теңгеде. Көрдіңіздер да? Сіздің өзіңізде 3 депозит бар. И сол 3 депозитті 600 мың теңгеге толтырып қойдыңыздар. Өтінім беріп қатысып атқан кезде осы выписканы аласыздар да, соны жаңағы прикреплять етсеңіз болады сайтқа. Ешқандай несі жоқ, оның кедергісі жоқ. Бұл не үшін? Ертең өтінім бердіңіз, әкімшілік сіздің өтінішіңізді қарады. Қандай да бір себептермен өтпей қалып жатсаңыз, осы 3 депозиттің мына екеуін, сіз мысалы екеуін өзіңіздің жақын туыстарыңызға уступка жасап бере аласыздар. Яғни әкеңізге, анаңызға, бауырларыңызға. Қазір ол не үшін деген сұрақ туындауы мүмкін. Қараңыздар, чтобы әр депозитке максимальный госпремия алу үшін. Бір депозит өзіңізде қалады, бір депозит үйленген болсаңыз келіншегіңізге беріңіз, бір депозитті бауырыңызға беріңіз. Сонда әр депозитте 600 мың теңгеден жатыр. Әр депозитке жаңағы келесі жылдың басында 116 мың теңгеден түседі. Сөйтіп сіз примерно 1 миллион 800-дің үстіне еще 300 мың теңге мемлекеттен пайда көресіз ғой, грубо говоря айтқанда. Сонымен қатар сіздің банктен жаңа вознаграждение түсіп отырады. Яғни мына опыңыз өсіп отырады. Бұл неліктен? Елорда жастары биыл басталып ертең бітіп қалмайды. Келесі жыл тағы болады, оның арғы жыл тағы болады. Вот сол кезде қатысқан кезде сізде уже 10% емес, одан да көп ақшаңыз бар. Жаңағы жақын туыстарға берген депозитті қайтадан өзіңізге алсаңыз болады. Көрдіңіз да? Сөйтіп, жаңа Елорда жастарына тағы да қатысуға да болады. Жалпы Елорда жастарынан басқа мемлекет бағдарламалары бар. Шаңырақ, жаңа нұрлы жер деген сияқты, үй кезегіне тұрсаңыз, соларға да қатысуға болады. Мұны не үшін сіздерге айтып жатырмын? Кей азаматтар айтады жаңа, ана ақшаны шешіп алсам қанша процент ұстайды деп. Ол ақшаны шешіп алып, сіз не істейсіз 1 миллион 800 бен? Не, қандай мақсатта шешіп аласыз? Сол ақша одан да жаңағы салып, госпремия алған тиімді емес па? Көрдіңіздер да? Ал егер ақшаны шешіп алам десеңіздер, сіздерге ескерту. Қараңыздар. Егер депозит аштыңыз, 1 миллион 800 мың теңгені жаңағыдай салдыңыз да, сол ақшаңыз, сол салған моменттен бастап 1 ай жатпаса, 1 ай мерзім болмаса, сіздің ақшаңыздан 1% комиссия банк ұстайды. Ақшаны шешіп алғаныңыз үшін. Ал 1 айдан астам жатса, мысалы, депозит аштыңызда 1 миллион 800-ді салдыңыз, сол салған уақыттан бастап 30 күннен артық жатса, онда шешіп алу үшін 5 мың теңге комиссия ұстайды. Бірақ мен сіздерге ескертемін, ұсынамын, шешіп алмай, осындай өзіңізге 3 депозит ашып, бөліп салып, кейін өтпей қалсаңыз, уступка жасап, госпремия алуға кеңес беремін, достар. Көрдіңіздер да, осы лайфхакты міндетті түрде қолданыңыздар. Енді расчетқа
көз жүгіртейік, ай сайынғы төлем переплата. 18 миллионға пәтер аламыз дедік. Мысалы, мына жақтан өтінім бердіңіз, өттіңіз. 18 миллионға пәтер алам дедіңіз. 1 миллион 800 сізде бар алғашқы жарна. 5%бен займ рәсімдейсіз. Бірақ ол 5% уақыт өте келе 3-8%-ға төмендейді. 3-5-ке де төмендеуі мүмкін. Ол жылдық мерзімге байланысты, қанша жылға займ рәсімдейсіз, соған байланысты. ОП-ға байланысты. Бұл займ алдын ала займ дегенмен беріледі. Менің YouTube каналымда жаңағы плейлистке өтіп, отбасы банк жаңағы жүйесі деген жерде займ түрлері деген видео бар. Тұрғын үй займы, аралық займ, алдын ала займ деген сол займ түрлері деген видеоны міндетті түрде көріңіздер, сонда түсінесіздер. Енді қараңыздар, бір займды 11 жылға рәсімдейміз дедік. 18 жылға. Бірінші 8 жыл бойы 139.800 теңгеден төлейсіздер. Одан кейін 8 жылдан кейін ол процентный ставка 3-8-ге төмендейді. 11 жыл бойы 76.546 теңгеден төлейсіздер. Сонда 18 жылда сізде переплата, 19 жылда сізде переплата 8 миллион 304 мың теңгені құрайды. Бұл примерный расчет. Көрдіңіздер да? Ал нақты расчетты сізге банк менеджер жасайды. Ол жерде сіздің депозитіңіз жылына байланысты, ішіндегі вознаграждениеға байланысты, опысына байланысты деген сияқты, ішіндегі суммаға, алғашқы жарнаға байланысты. И қанша жыл мерзім таңдайсыз, соған байланысты. Ал қазір міне примерный осындай болады расчет. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.